Айшакүл ханым, биокремден кандай результат алып келдиңиз? Қызым, менде бірінші мына өңешім күйіп бастаған ғой. Сосын больницаға барып жаттым. Содан біраз лучевой алдым да. Бірақ сол лучевойды алып жаттым. Негізі тамағымнан нан ештеңе су өтіп жатты, бірақ нан, тамақ в общем ештеңе өтпей қалды. Содан Аллаға шүкір деп лучевой алдым. Ол кезде лучевой алып жүрген кезде ешқандай менде ештеңе сол судан артық ештеңе өтпеді. Химия ғой, иә? Химия болғанда сол 6 рет 50% химия алдым, көп алмадым. Сосын маған 2 ай больницада жаттым да, 50% химия алдым. Кейін дозасы жоғары 100% химияны 1 айдан кейін аласыз деді. Бірақ мен қалай больницаға бардым, мына биокрем, Саневаның биокремін алдым да, аямай жей бердім, тоқтатпай жақтым мына жеріме, мына өңешімнің барлығына жақтым, тамағыма жақтым мына жерлеріне. Одан жей бердім. Мына бізде бір жақсы қызымыз бар еді, көзі көрмейтін қызымыздың аты кім еді? Сол қыз айтатын тұғын, бұны біз түбіне дейін жеп қоямыз деп. Базаркүл ханым ше? Базаркүл ханым. Иә, Базаркүл ханымның айтқан сөзі есіме келді дағыны. Соны тоқтатпай жей бердім. Бір күні